1958 жылы келіп, Орал облысы Жаңақала ауданына Нарынқұмнан келгенде. Агрофакқа оқуға түстім. Оқуға түсу өте қиын болды ол кезде. Сол кезде ең біріншіден алға ол кезде конкурс қатты болып кетті. Ана армиядан келгендерге конкурс болмады, мектептен келгендерге конкурс болды. Мектептен кейін келіп мен мектептен 58 жылы радиодан естіп, осы институт ашылды Ақмолада деп, соны келгенде ғой. Содан 8 адамнан конкурс болды, бірақ сол конкурстың аман-есен өтіп, 3 сабағынан да 5-ке тапсырып, агрофакқа түсіп кеттім ғой. Содан агрофактың оқыдық. Ең қиындығы ол кезде орысша білмедім. Орыс жоқ біздің елде. Орыс көрмеген адам ғой. Сол тіл қиын болды. Біз экзаменді қазақша бердік те, ал оқуды орысша жүрдік осында. Ең бірінші экзаменді соңынан ректор болды Генделман Моисей Аронович деген, сол кісі менен геодезия экзамен алып, орысын білмесең оқи алмайсың, орыс тілін үйрену керек. Содан общежитиеден 4 орыстың жанына апарып мені кірістіріп, 5-ші болып 1 жыл солармен тұрдым. Содан үйреніп шықтым ғой орысын. Содан оқып кеттім. Содан сол институтта ғылыми жұмыстармен шұғылдандым. 61-ші жылы жаңа суреттеу жүрді, ана кинода мен первый студенческий бірінші студенттік конференцияда баяндама жасағам. Содан 63-ші жылы бітірдім. Енді оны әрі қарай айта беруге болады. Содан елге барып, 1,5 жыл бас агроном болдым. Одан кейін 1,5 жыл бас экономист болып 3 жыл жұмыс істедім. Содан кейін аспирантураға келдім. Аспирантураға келіп, содан бері қарай осында келіп жатырмын. Неше түрлі мұнда жұмыстарды өткіздім. Агроном болдыңыз? Мен агрофак, бірақ мен анау ғылыми жұмысымда, дипломный жұмысымда экономика темасынан болып шықты. Содан мені аспирантураға экономикадан жіберді ғой. Содан енді барлық институттағы жұмыстарды атқардым. Ассистент, доцент, профессор, заведующий кафедрой, декан. Ең соңғы жұмысым институттың секретарь партком болдым, освобожденный. Үлкен партия ұйымында. Содан кейін сол кезде маған профессорлыққа тақпырды Москвадан. Содан кейін мені осында бір экономика және ұйымдастыру ғылыми зерттеу институты болды. Соның директоры академик Қалиев деген шақыртып, осындағы тың филиалының директоры болдым. Сонда одновременно филиалдың директоры болдым ғылыми, институтта сабақ бердім. Содан бері қарай келіп жатырмын енді. Біраз жұмыстар істедік экономикадан. Құрметті зейнеткерсіз. Қазір енді құрметті зейнеткерсіз. Қазір енді құрметті зейнеттеміз ғой. Зейнетте болғанда мен бұйылға дейін жұмыс істедім. Бұйыл бір аздап ауырып, сосын енді қояйын деп жасым 82-ге келіп, енді осы жетеді ғой деп қойы. Жасай беріңіз. Енді. Сізде адамдар бізге қажет. Енді қараңыз. Жалпы университеттің бүкіл өмір тарихы сіздің көз алдыңызда. Мен алғы тірі немін ғой алғы? Тарих. Тірі тарих мен. Бәрімен жұмыс істедім. Бірінші ректор Духов, екінші ректор Генделман, жаңа айтқандардың бәрімен бірге істедім ғой. Барлық ректорларды өткіздіңіз. Ең соңында жаңа Айтуғановпен де қол алысып бірге жүрді. Одан кейін де бола беріңіз, істей беріңіз. Рахмет. Енді дәм жасты кеше ақыры өзім отказ беріп жұмыстан енді қоям деп, содан кеше факультетте ақырға қалмай бір дөңгелек стол жасап, шығарып салды мен енді. Шапандарын кигізіп. Дұрыс қой енді, дәстүр ғой. Амандық беріп. Енді жастарға да орын беру керек қой, бізде жүре бергенде не болады? Университетте не айтасыз жалпы? Тілегіңіз ата ретінде, буын ретінде, университетіңізге, өзіңіздің альма-матеріңізге не айтар? Өзіміздің институт, бұл өзі тыңдағы бірінші институт болды да, бұл институт өзі бұлай елімізге белгілі, дәрежелі. Бұрын біз Москваға қарадық, соның өзінде де жақсы атаққа ие болатынбыз. Содан
институт үлкейді, бұрын шақ факультет болатын, қазір 10 шақты факультет бар. Қазір енді жаңағы фильмде толық көрсетілді ғой біразы. Сол өзіміз институтымыздың өсіп не болып университет болып Қазақ агротехникалық университеті Сәкен Сейфуллин атындағы. Одан университеттің өзі өсіп жетіліп ғылыми зерттеу университеті болды. Білім ғылым орталығы. Осында ғылыми алғы совет, арнайы советтерде кеңестердің бәрінің көбінің мүшесі болдым. Диссертациялар қорғады біздің қолымызда. Кандидаттық, докторлық 10 жылы ол диссертациялық совет жауылып, қазір магистр деген шықты ғой. Қазір магистрлар да көбейіп келе жатыр. Мына біздің кафедрада, мысалы, менеджмент кафедрасында магистрларды дайындау, мына Германиямен бірлесіп дайындау қазір. Жүріп жатыр, бірлесіп. Аккредитациядан өттік. Енді сол анау негізгі практикалық жұмыстарды сол Германияда болып фермер болып жұмыс істеп келеді. Содан кейін біздің институтта оқиды, университетте. Содан 2 диплом. Мен биылдан бастап 2 диплом алады. Ал енді тілегіңіз? Өзім енді семьям бар, 4 балам бар, 10 шақты немерем бар, шөберелер бар. Бәрі аман есен жүріп жатыр, жұмыстары бар. Тілек енді осы өзіміздің енді білім алған жер, өскен жеріміз осы ғылыми орталықта өзім жақсы көрем. Әрқашанда ойымызға Ақмола, Целиноград, Нұр-Сұлтан оңамға келсе тек осы университет келеді біріншіден. Енді университетімізде одан әрді жақсарып, дәрежесі өсе берсін. Әлемде дәрежесі өсін, халықаралық дәрежеде өсіп жатыр. Университет өсіп, кадрлер жақсарған сайын жұмыс та жақсара береді. Елімізде қандай дегенменен бізде әлі жаңағы талай табыстарға жетіп жатқанменен бізде әлі нағыз ғылыми дәреженің түбіне жеткеніміз жоқ. Бізде егін шаруашылығы негізгі 10-12 центнерден аспайды, мысалы астық шаруашылығы. Ал әлемдегі елдерде 50-60 центнерден алатын елдер бар. Мал шаруашылығы да былай жақсы өскенменен, онда өтетін жерлері өте көп. Енді мысалы біз бір малдар, сиырлардың 450-500 килограмм әжептәуір дейтінбіз. Енді қазір олай емес, уже 800-900 тоннадан ары қарай асу керек. Сондай белгілі бір жақсы дәрежелерге жетіп, мына балаларға солардың негізінде білім беріп, дайындап, өмірге құштар қылғанымыз керек қой. Енді осы ғылым, білім, өндіріс бірге жүрсе, кешенді түрде жүрсе, сонда маман да жақсы болып дайындалады. Бәріне амандық, саулық тілеймін. Болашақта еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.